Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз language focus, have got, prepositions. Алдыңғы бізде видеомызда students bookпен қарастырма болған. Енді бүгінгі бізде өтетін workbookпен ғана болып тұр. Workbook бұл жердегі тапсырмалардың барлығы осы өткен тақырыппен байланысты болып тұр. Енді бірінші exercise number 1. Қалай жасауымыз керек? Бұл жерде өте оңай. Have got, has got, has, мінекей осыларды қойып шығуымыз керек. Бірінші, бұл жерде she болғандықтан has, біріншісінде have берген екен, екіншісінде has болады. Үшіншісінде they have got, төртіншісінде has got, бесіншісінде have, question болғаннан кейін have бірінші алдына шығып кетеді, және де has құрылымы да алдына шығып кетеді. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, ереже түрінде берілген, ережені түсіндірме түрінде мысалмен көрсетіп қойған екен. Енді мен сізге өткен сабақта ол have got, has got құрылымын мен сіздерге анық етіп түсіндіріп айтып кеткенмін. Соны көрсеңіздер болады тағы да. Және де біз бұл тапсырмамызды екінші тапсырмамен жалғастырамыз видеомызды. Write affirmative or negative sentences using have got. Affirmative дегеніміз бұл жай сөйлем, negative sentence дегеніміз болымсыз сөйлем. Яғни have got, has got құрылымын қолданып, біз берілген сөйлемдерден жай сөйлем және болымсыз сөйлем құрауымыз керек екен. Окей, екінші тапсырмамен жалғастырамыз. Біз екінші тапсырмамызде бұл жерде окей, кеттік. The first үлгіге қарап орындаймыз. The first, they have got a new CD. Бұл жерде have got, has got құрылымын қолданамыз. Бұл жерде мен жай сөйлем етіп құрадым. Екінші, my brother hasn't got a bike. Hasn't got. Бұл жерде not болғандықтан, бұл жерде біз has not got қолдандық, болымсыз сөйлем, negative. Үшінші, we haven't got a laptop. Бұл жерде де not сөзі тұрған соң, болымсыз сөйлем етіп құрадық. Төртінші, Anne and James have got a big dog. Мінекей, жай сөйлем болды. I haven't got a notebook in my bag. Not болғандықтан бізде haven't got. My friend has got a good camera. Жазып берген мінекей. Бұл жерде жай сөйлем болып табылады. Окей, exercise number 3. Не істеуіміз керек үшінші тапсырмада? Write questions and short answers using have got. Бұл жердегі берілген белгіге қарап, біз жай сөйлем немесе болымсыз сөйлем етіп құрауымыз керек. Әрине, have got, has got құрылымын қолданып. Окей, бірінші. Has the teacher got a bike? No, she hasn't. Has Daniel got an interesting book? No, yes, he has. Кешіріңіздер. Үшінші, have we got a nice teacher? Yes, you have. Have they got an English dictionary? No, they haven't. Бесіншісі, бұл жерде, бесіншісі жоғарыда екен, Неке. Have you got a big poster? No, I haven't. Has Angel got a sister? Yes, she has. Неке осылай жазылады екен. Окей, next. Prepositionға келдік. Preposition демеліктер деп айтқам. Алдыңғы сабақта бұның да барлығы түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Берілген көмекші сөздерден белгісі бар. Суретпен қарап жұмыс жасауымыз керек. Окей. Окей. Next. Exercise number 4. Бірінші,
He has got a CD by Dizzy Rascal. He hasn't got a book about photography. He hasn't got a CD by Rihanna. He has got a poster of Bart Simpson. Осылай жазуымыз керек. Мынау белгіге қарап, X болса болымсыз сөйлем, птичка тұрылса, онда бұл жай сөйлем. Суретпен қарап жұмыс жасаймыз. Окей. Next, exercise number 5. Бесінші тапсырма. Write true, affirmative and negative sentences using have got, haven't got, or has got, hasn't got. Мына берілген құрылымдарды, болымсыз және жай түріндегі берілген құрылымдарды біз қолданып, жай сөйлем affirmative немесе negative болымсыз сөйлем құрамыз керек. Окей. First, бірінші. I have got a computer games. We haven't got a boom about book. Okay? Book about animals. Үшінші. My teacher has got a CD by California. Калифорния дегенде бұл жерде қаланы аты емес. Бұл жерде не үшін Калифорния қазір бізде жаңағы бұл CD диск Калифорнияның жазылған CD диск бар. Менің мұғалімімде деп тұр. Бұл жерде яғни не үшін Калифорния? Себебі қазір осындай әнші шыққан, осыны жазған тұғым. Ары қарай 4. My best friend hasn't got a photo of Shymkent. My cousin has got a DVD about cycling. My school friends haven't got a poster of a football team. Міне әрқайсысы құралған сөйлем түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Өте оңай, осылай жазсақ болады екен. Осымен мен сабағым аяқталды. Сіздермен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Және де сабақ түсінікті болса, лайк басып, міндетті түрде менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Себебі келесі сабақта әрі қарай өте қызықты және де түсінікті етіп видео шығаруға уәде беремін. Және де келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.